үш нәрсе бірге жүреді. Сиқыр, көз тию, содан кейін жын кіру. Бұл үшеуі де бір категориядағы нәрселер. Үшеуінің де диагнозы жобасында бірдей. Қазіргі уақытта сиқырдың ең көбі, білесіздер ме қайда болып жатыр? Семьяда болып жатыр. Әйелі мен күйеуін ажырату үшін, яки біреудің басын қаратып алу үшін, немесе үйде сыйыспаса, солардың семьясын бұздырып, әйелі күйеуіменен бір-біріне жек көріп, ортасы бұзылып кету үшін істелінетін сиқырлар көбейіп кетті. Бұл сиқырлар сондай дәрежеге адамға сондай әсер береді екен, адамға сиқыр берген кезде, бұл бір-бірісіз кетіп қалса, екі адам сыртқа тұра алмайды, бірін-бірін іздеп тұрады. Но екеуі кездессе, бірін-бірін